мною принято решение о проведении специальной военной операции. Батыс сарапшылары Путиннің өзі арнайы операция деп атаған соғыстағы жоспарының күл талқаны шыққанын айтып жатыр. Ол Украинада тез жеңіске жетем деп ойлаған. Соғыстағы Путиннің сәтсіздігіне өз армиясы жайлы жалған ақпаратқа сенгені, сондай-ақ әскербасылардың жемқорлығы себеп болып отыр. Сарапшылар Ресей әскеріне бөлінген ақша жылдар бойы жымқырылып келгенін айтады. Мәселен, Deutsche Welle ақпарат көзіне сұхбат берген қаржыгер Билл Браудер соғыс барысына әсер еткен жемқорлықтың ауқымы жайлы былай дейді. Соғысқа бағытталуы тиіс қаражаттың 80% ұрланған. Дұрыс болған, шын мәнінде Ресейдегі осы жемқорлық украиналықтарға тойтарыс беруге септеседі. Ең бастысы Путин ұятқа қалып отыр. Ол 2-ақ күннің ішінде Украинаны басып алам демеп еді. Бірақ осы мәлімдемелердің бос сөз екенін көріп отырмыз. Ал Еуропадағы ақш армиясының бұрынғы қолбасшысы Бен Ходжестің сөзінше, Ресейдегі әскери өнеркәсіптік кешендегі жалған есеппен жаппай жымқыру Кремльдің басына тас боп тиген. Меніңше, қазір біз куә болып отырған жағдай ондаған жылдар бойы жалғасқан жемқорлықтың салдары. Ресей әскерге де, әскери өнеркәсіпке де қыруар қаржы шашты, алайда желге шашқан ақша оларға түк әперген жоқ. Ходжестің сөзін тәуелсіз сарапшылар да айғақтай түседі. Кулагу.нет жобасының жетекшісі Владимир Осечкин Ресейдегі әскери контрбарлау қызметі мен өзіндік қауіпсіздік басқармасында бөлінген қаражаттың жымқырылуына байланысты тергеу амалдары басталып кеткенін растап отыр.